Ерте заманда екі қаз су таба алмай жүреді. Ыстық шілденің күнінде бір көлшікке келіп қонады. Ол көлшікті көптен бері мекен етіп жүрген бір бақа бар еді. Екі қазды қорқылдап жолатпапты. Көлшігінің қызғанып, екі қазға су ішкізбейді. Екі қаз бақадан су сұрап жалынады. Бұл су аз ғана көлшік, сендерден кейін су таусылады. Сендер ұшып кетесіңдер, мен бейшара қанат құйрығым жоқ, қайда барамын, дейді бақа. Қаздар айтады, егер де осы көлшік су таусылса, біз сені ұшып алып басқа көлге апарамыз. Бақа бұл сөзге көніп, үшеуі шарттасып осы арада бірге күн кешеді. Бір күні көл сусылып қалған суы сасып кетеді. Екі қаз уәде бойынша бақаға кеттік, бір жақсы суға жетейік дейді. Мұны бақа мақұлдайды. Екі қаз бір ұзын ағашты алып бақаға ортасынан тістеніп, аузыңды ашпай, жағыңды қарыстырып тұра бер дейді. Екі қаз ағаштың екі шетін аяғымен мықтап ұстап, бақаны аспанға алып ұшырады. Бақаның көк үстіне шыққаны көңілі өседі. Жердегі бақалардан өзін жоғары санап мастанады. Сөйтіп аспанға екі қазбен бірге ұшып бара жатып, бір үлкен шаһардың үстіне келеді. Шаһар халқы көкке қарап қайран қалады. Бұл не зат? Біреулер қасиетті бақа десе, енді біреуі бақа емес, басқа зат дейді. Жұрттың таңданысына көрген бақа мақтанып, атымды айтпай кім екенімді білдірмей кетсем болмас деп, оймен қарап тұрған елге бұл мен бақамын деп аузын ашқан сол еді, жерге қарай құлдиып, ат базардың ортасына тарс етіп құлап түседі. Жарыстырып базарға салып жүрген аттар бақаның белін басып кетеді. Екі қаз ақымаққа жақсылық етіп болмас деп өз беттерімен ұшып кетеді.